Сәлеметсіздер ме балалар? Ана тілі сабағы 47-ші сабақ. Бүгінгі тақырыбымыз сөйлем. Бірінші жаттығу: мәтінді түсініп оқы. Нан тіршілік тірегі. Нан ең қасиетті дәм. Нан ұсағының өзі киелі. Нанның ұсағын жерге тастама, обал болады, дейді ата-әжелеріміз. Себебі нан тіршілік тірегі. Нанды ысырап етуге болмайды. Ешқашан нанмен ойнама. Айгүл Ағыбаева. Мәтін мазмұны бойынша өз ойыңды айт. Мәтін неше сөйлемнен тұратынын айт дейді. Балалар, мәтін бойынша сұрақтарға жауап береміз. Келесі екінші жаттығу бізде: өлеңді көшіріп жаз. Атасындай барастың, тұр ғажайып ақ бидай. Асырайтын барша елді біздің байлық ақ бидай. Ермек Өтетілеуұлы. Өлеңді жақсылап көшіріп жазамыз балалар. Үшінші жаттығу: дәнді дақыл атауларын тап. Бидай, күріш, арпа және жүгері және тары деген дәнді дақылдардың атауы шықты балалар. Бұл дәнді дақылдардан не жасалады дейді. Бұлармен біз балалар күнделікті тамақ істейміз, тамақ ішеміз, өзім пісіріп жейміз. Бұл дәнді дақылдардың барлығы адам денсаулығына өте пайдалы. Жақсы балалар, сау болыңдар. Каналға жазылып алыңдар.